Қайырлы күн достар, эфирде Қажылғызы Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанар Асасенқызы. Қазақстанда автомобиль жолдары туралы заңға өзгерістер күшіне енді. Енді жол саласында қызмет ететін мамандар біліктілігін міндетті түрде артырып отыруы тиіс. Бұл бастама сала мамандарының кәсіби деңгейін көтеріп, жол инфрақұрылым сапасын жақсартуға бағытталған. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі жол құрылысына техногенді минералды түзілімдерді қолдану көлемін арттыруға бағытталған шаралар жоспарын бекітті. Яғни тау-кен және энергетика салаларының өндірістік қалдықтарын өңдеп, жол салуға пайдалану көзделуде. Бұл тәсіл жобалардың өзіндік құнын төмендетіп қана қоймай, экологиялық әсерді де азайтады. Сонымен қатар жол саласындағы құрылыс жұмыстары мен қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар да күшейтілуде. 2025 жылдың шілдесінен бастап құрылысқа арналған шағыл тас пен қиыршық тасқа қатысты жаңартылған техникалық талаптар күшіне енді. Атап айтқанда КРС-ті 1284-2004 құрылыс жұмыстарына арналған тығыздау жұмыстарынан алынған қиыршық тас және ұсақ тас техникалық шарттар стандарттарына номер 1 өзгеріс енгізілді. Бұл құжатқа Қажылғызы мамандары жүргізген ғылыми зерттеулер мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес әзірленген. Жаңартылған стандарт шағыл тас пен қиыршық тас материалдардың сапасын бақылауды күшейтіп, инфрақұрылым нысандарының ұзақ мерзімділігін арттыруға бағытталған. Ал сапаны бақылау тетіктерін жетілдіру мақсатында елімізде автожолдардың құрылыс қайта жаңартылуы және жөндеу жұмыстарын техникалық тұрғыда қадағалауға арналған бірегей ведомстволық норматив әзірленіп жатыр. КРВН автомобиль жолдары техникалық қадағалау құжаты техникалық қадағалауға қатысты барлық талаптарды бір жүйеге біріктірмек. Онда орындалатын жұмыстардың тәртібі, мамандардың міндеттері, сапа бақылау жоспары және жөндеу жұмыстарының барлық кезеңінде қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету талаптары нақты айқындалады. Құжат қолданысқа енген соң, қолданыстағы үш құжаттың күші жойылып, техникалық қадағалау жүйесі жаңа талаптарға сай реттеледі.